Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Бүгін біз 2-ші сынып қазақ тілі 2-ші бөлім 81-ші сабақ жұрнақ пен жалғау тақырыбын жалғастыратын боламыз. Бүгінгі біздің оқу мақсатымыз жұрнақ пен жалғауды ажыратуды үйренеміз. 72-ші жаттығу. Тақырыбына қарап, нұсқаулық мазмұнын болжа және түсініп оқы. Денің сау болсын десең, үйге таза ауа көп кірсін. Күннің сәулесі шуағы түсіп тұрсын. Сау болу үшін таза ауа, күннің шуағы керек екенін ұмытпа. Тұла бойыңды ең болмағанда мойныңды, көкірегіңді, арқаңды күнде салқын сумен жуып тұр. Жылы мезгілде суға көбірек шомыл. Өзіңді, тамағыңды таза ұста. Ішкен жеген сайын аузыңды тазалап шай. Аузыңды таза ұстасаң, тіс ауруының көбінен құтыласың. Таза ауада сыртта көбірек серуенде. Өте жылы киінбе, басыңа жеңілдеу нәрсе ки. Деніңді тар киіммен, белбеумен, түрлі баумен байлап қыспа. Аяқ киіміңнің өлшемі жалпақ, аласа болсын. Биік өкше өте зиянды. Киіміңнің әсіресе шұлығыңның суланса, тез арада шешіп тастап, құрғақ киім ки. Мәтінде берілген тапсырмалар. Автордың айтқысы келген негізгі ойын тап. Өзің осы айтылғандарды орындап жүрсің бе? Нұсқаулықтың бірінші бөлігін көшіріп жазып, заттың атын білдіретін сөздерді сөз құрамына қарай талда. Бізге берілген үйге, ауа, күннің сәулесі, шуағы. Мұнда үйге, үй түбірі, ге жалғау. Ауа түбірі, да жалғау. Күннің, күн түбірі, нің жалғау. Сәулесі, сәуле түбірі, сі жалғау. Шуағы сөзінің шуақ түбірі, бізде жалғау болып келеді екен. 4-ші бөлікті басшылыққа алып, тазалықты сақта тақырыбында нұсқаулық құрастырып көр. Мен өзіме құрастырған нұсқаулықтар, сендерде өз нұсқаулықтарыңды құрастырып көрсеңдер болады. Бірінші, жеке бас гигиенасын сақтау. Екінші, сабақтан келгенде, немесе сырттан ойнап келгенде қолды тазалап жуу. Үшінші, таңертең және жатар уақытта тіс тазалау. Төртінші, тіс щеткаңды уақытылы тазалап, ауыстырып тұру. Бесінші, қолыңның және аяғыңның тырнақтарын өз уақытында қадағалап, тазартып алып тұру керек. Алтыншы, жеке заттарыңды мұқият қарау. Жеке орамал, тарақ секілді. Мінекей менің нұсқам, сендерде күнделікті өздерің сақтап жүрген жеке гигиеналық тазалықтарыңды осылай жазып көріңдер. 73-ші жаттығу. Өлеңді көшіріп жаз. Жан дүнием ізгіліктен жаралған. Жүрегімнен күн шуағы таралған. Адамдарды ардақ тұтып аялап, тек жақсылық жасай беру бар арман. Қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына қарай талда. Бізде қарамен берілген сөздер ізгіліктен, жүрегімнен, адамдарды. Ізгілік, ізгі, түбірі, лік, жұрнақ, тен, жалғау. Екінші сөз, жүрегімнен, жүрек, түбірі, жалғау, нен жалғау, яғни екі жалғау жалғанып тұр. Адамдарды, адам, түбірі, дар, жалғау, жалғау, яғни екі жалғау жалғанып тұр екен. 74-ші жаттығу. Берілген сөздерге жұрнақ пен жалғауды қатарынан жалғап жаз. Таза, біл, дойбы, жаңа сөздер берілген. Осыларға енді біз жұрнақ пен жалғауды жалғап көрейік.
тазалыққа, білгенді, дойбышыға, жаңалықпен. Мінекей біз жұрнақ пен жалғауды жалғап көрдік. Сөздерге жұрнақ пен жалғаудың қайсысын бұрын жалғадың? Біз бірінші жұрнақты, содан соң жалғауды жалғадық. Өзің осыдан қорытынды жасап көр. Жасаған қорытындыңды төмендегі ережемен салыстыр. Бізге ереже беріпті. Түбір сөзге жұрнақ та, жалғау да жалғана береді. Алдыменен жұрнақ, содан соң жалғау жалғанады. Хоккейшіге, хоккейшінің, хоккейшімен, жүзгіштер, оқулықта, ұшқышпен. Шығармашылық үзіліс. 75-ші жаттығу. Деніңнің сау болуы өзіңе байланысты тақырыбындағы пікірталасқа қатыс. Ол үшін төмендегі талаптарды басшылыққа ал. Бірінші, өз пікіріңе нақты дәлел келтір. Екінші, пікіріңнің дұрыстығына басқаларды сендіре біл. Біз сыныпта пікірталас ұйымдастырайық осы тақырып бойынша. Денсаулығыңның сау болуы өз қолыңда. Күнделікті дұрыс тамақтану барысы, дене жаттығуларын жасау сияқты. Тазалықты да ұмытпау керек. Қолыңды, тісіңді үнемі таза ұстау керек. Мінекей менің өзімнің нұсқам. Сендер де өз нұсқаларыңды қарастырып, денсаулықты күту жайында өз пікірлеріңді қалдырсаңдар болады. Осымен біздің 81-ші сабағымыз аяқталды. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаймыз. Келесі қызықты сабақтарда кездескенше сау болыңыздар.